Қайырлы күн баршаға. Ерекше таңғы асқа дайынсыз ба? Ендеше мейрамхана дәмі үй жағдайында. Аңызға айналған бенедикт жұмыртқасын дайындайтын боламыз. Қытырлақ тост, пашот жұмыртқасы, голланд соусы барлығы бір видеода. Қолдау мақсатында каналыма тіркеліп лайк пікір қалдырыңыздар. Ендеше бастайық. Алдымен голланд соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 82% 120 грамм сары май қажет. Лимон сығындысынан 3 шай қасық қажет болады. Және де бөлме температурасындағы 3 жұмыртқаның сарысы қажет. Сосын шым-шым тұз қажет. Мен 2 порция үшін жасаймын, сондықтан 2 нан бөлігін алдым. Содан соң пашот жұмыртқасын дайындау үшін 2 бөлме температурасындағы жұмыртқа қажет болады. Қосымша шұжық, балық немесе ет қосуға болады. Алдымен біз сары майымызды ерітіп аламыз. Мен микротолқынды пешке салып алдым. Немесе оттың үстінде табаққа сары майды салып ерітуге болады. Сосын бір лимоннан лимон сығындысын алып аламыз. Бізге қажет мөлшер 3 шай қасық. Лимонды сығу барысында пияламызға түсіп кеткен дәнектерді алып тастаймын. Келесі кезекте жұмыртқамызды дайындаймыз. 3 жұмыртқамызды кезек-кезек жарып, ағы мен сарысын бөлек ажыратып аламыз. Бізге тек сарысы ғана қажет болады. Ендігі кезекте бөліп алған жұмыртқамызды оттың үстіне қоюға болатын ыдысымызға саламыз. Одан бөлек алдын ала кастрөлімізге су құйып қайнатып аламыз. Оттың астын жай қойып, қайнап тұрған будың үстіне табағымызды орналастырамыз да голланд соусын дайындайтын боламыз. Венчиктің көмегімен үздіксіз жұмыртқамызды араластырып отырамыз. Үстінен шым-шым тұз қосамыз. Одан соң лимон сығындысын қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде тоқтамай араластыру қажет. Енді ерітілген сары майымызды жай бөліктермен қосып, үздіксіз араластыратын боламыз. Шамамен 2-3 минут уақытымыз кетеді. Ең маңыздысы ұзақ ұстамау қажет. Әйтпесе бізде жұмыртқамыз пісіп кетіп, сары май қосылған омлет шығады. Ал бізге қажетті кішкене қоюланған соус. Міне әдемі сары түске енген соусымыз дайын. Соусымызды кішкене ыдысқа құйып қойсаңыз болады және бетін жауып қойыңыздар. Ал біз нан бөліктерін қызартып аламыз. Ол үшін қызып тұрған табаға нан бөліктерін салып, екі бетінен қыздырып аламыз. Қаласаңыз кішкене сары май қосып екі бетінен қызартып алуға болады. Мен тек майсыз ғана қыздырып алдым. Екі беті қытырлық әдемі болып шықты. Ал енді біз пашот жұмыртқасын дайындайтын боламыз. Ол үшін кішкентай сетоға жұмыртқамызды бөліп саламыз. Бұл негізі міндетті емес. Жұмыртқаның сұйық ақ бөлігінен ажыратып аламыз. Ал бүтін жұмыртқаны пияламызға аударып аламыз. Ендігі кезекте қайнап тұрған кастрөлдегі суымызға жұмыртқаны пісіріп аламыз. Алдымен осындай таяқтың көмегімен суымызды бір айналдырып шығамыз. Жұмыртқаларды бірінен соң бірін саламыз. Шамамен 2-3 минут қайнауы жеткілікті. Содан соң ожаудың көмегімен жұмыртқамызды сүзіп аламыз. Міне жұмыртқаларымыз дайын. Енді бәрін бір-бірінің үстіне қойып дайындаймыз. Ең алдымен қуырылған тост қоямыз. Қалауыңызша шөп, балық, ет қоссаңыздар болады. Мен үйде бар сосискаларды турадым. Сосын үйде бар банкадағы маринадталған қызанақты турап қостым. Жалпы классикалық бенедикт жұмыртқасы, қуырылған тост, голланд соусы және пашот жұмыртқасынан тұрады. Ал қосымша дәмдерді өз қалауыңызша қоса берсеңіз болады. Міне менің нұсқамдағы бенедикт жұмыртқасы. Қуырылған тост, шұжық, помидор, жұмыртқа және де үстінен голланд соусы. Голланд соусының дәмі өте керемет. Сырный соусқа өте қатты ұқсайды. Керемет таңғы асқа дәм береді. Үстінен мен көк пиязды қостым. Сіздер де үйде бар көк шөптеріңізді қоссаңыздар болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай жұмыртқаның іші керемет болып піскен, яғни іші қатып қалмаған, ағылып төгіліп тұр. Егер бір сарынды таңғы астан жалыққан болсаңыздар, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Өте тойымды таңғы ас түрі. Егер рецепт ұнаған болса, міндетті түрде қолдау мақсатында каналға тіркеліп, пікір
лайк қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.